Қазақстан тарихының ең қайғылы беттерінің бірі жаппай саяси қуғын-сүргін және ашаршылық. Қазақстанда 31 мамыр осы азалы кезеңдердің құрбандарын еске алу күні. Солақай кеңестік саясат қасақана ұйымдастырған жасанды зауалдың кесірінен елімізде кемі 2 миллион адам аштықтан ажал құшты. Бұл аз болғандай нәубет жылдары тұтас халықтың бетке ұстар қаймақтары қудалауға түсті. Алталаштың қамын арқалап жүрген 100 мыңнан астам азамат қамалып, оның 4-тен бірі атылды. Дені саяси, ғылыми және мәдени саланың майталмандары, қоғам қайраткерлері мен ұлт зиялылары. Ел мүддесі үшін жазықсыз жаза кешкендердің бірі халық ағартушысы Темірбек Жүргенов. Ол алаш қайраткерлеріне өте тығыз жұмыс істеді. Ахмет Байтұрсынов өзінің наркомпрос жұмысын қарамағына жұмысқа алды. Тұрмағамбет Тінәлиевке Фирдоусидің шахнамасын аудартты. Терме деген үлкен жинақ құрастырып, оған жаңа алаш қайраткерлерінің еңбектерін құрастырды. Осындай алғашқы қазақ педагогикалық институтының ректоры біз Темірбек Жүргенов дейміз. Сол көрдіңіз бе, бар болғаны 30 жыл өмір сүрді. Аз ғана уақыттың ішінде сол Қазақстандағы мәдени ағарту саласында үлкен революция жасады деп толық айтуға болады. Осынау қатыгез саясаттың кесірінен 100 мыңдаған қазақ туған жерін тастап шекара асуға мәжбүр болды. Өзге елден пана іздеп тар жол тайғақ кешкен керуеннің бірінде 45 мыңға жуық адам ұзақ сапарға шыққан. Бұл көш Алтайдан Түркияға жол тартқан еді. Алайда Гималай таулары, Үндістан мен Пәкістан жерін бәрі бірдей аса алмады. Нақты дерек бойынша 3200 адам жетті Үндістанға. Үндістанда болған уақыттың ішінде де көп адамдар қайтыс болды. Олар қайтыс болған себебі ол ауа райы жақпады, оба аурулар, көп аурулар болды негізі сол заманда. Олар сосын кішкене күш жинап алып, Индияда қоныстанып, ары қарай Пәкістанға кетті, ары қарай Түркияға кетті. Ал Түркияға жеткені сол 1200-ге жуық адам жетті. Сол қаралы көш ұрпақтарының дені әлемге тарыдай шашылып, әлі күнге дейін жырақты паналап жүр. Бауырлас елде туып өскен қандастарымыздың бірі ақын Зейнел Сүрмелі сол қасіретті кезеңді өз жырларына арқау еткен. Оның еңбектері жақында ана тілінде жарық көрмек. Осы көшті басынан аяға дейін өлеңменен жазған, үлкен сондай әсермен жазған. Соны біз енді қолымызға түсіп, біздің қызметкерлеріміз Стамбулдан алып келді. Осыны біз мынау ескі араб әрпімен жазған өлеңдер мен өз басым аударып, үлкен жақсы кітап болды. Еске салайық, 2020 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау үшін мемлекеттік комиссия құру туралы жарлыққа қол қойды. Мақсат қасіретті кезеңнің тарихи әділдігін орнату.